Гүйру лағманның ең оңай рецепті. Мейрамханадағыдай өте дәмді шығады. Алдымен етті ұзыншалап турап, тұз, бұрыш, крахмал және де соя соусын қосып, жақсылап араластырып 15 минутқа маринадтап қоямыз. Етті суы тартылғанша қуырып аламыз. Үстінен пекин капустасы мен болгар бұрышын салып, тағы да 2 минуттай қуырамыз. Барлығын бөлек ыдысқа алып қоямыз, және де осы табада пияз, чеснок, томат пастасы, қара бұрыш, паприка, соя соусын қосып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Шамамен 2 минуттай қуырамыз және бағанағы етті қайтадан табаға саламыз. Үстінен 1 пиала су құйып, бетін жауып 15 минутқа бұқтырамыз. Міне нағыз гүйру лағман дайын. Бұл шығыс тағамы сіздің дастарханыңыздың сәні болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап, дәмін татып көріңіздер. Ас болсын. Лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз.